Алихан айтты ғой, қазақтың жер асты, жер үсті қазба байлықтары әрбір қазақтың өңіріне тиме болып қадалу керек деді. Қазақтың байлығын кімдер тонап жатыр? Қазақтың байлығын тонап жатқан сол санаулы ғана адамдар ғой, санаулы адамдар. Яғни ертең жоқшылықтан, Смағұл Елубай ағамның айтқан сөзі бар осы жерде. Жоқшылықтан аш халық тоқ байларға шабуыл жасайды. Жоқ, ол жасап та жатыр ғой. Иә. Қаңтар оқиғасының негізгі себебі ғой. Себебі сол қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігінің нашарлап кетуі ғой. Оны енді соқыр ғана көрмейді ғой. Ақтанберді айтады ғой. Иә. Халқы тозып кем болмас, әділ болса олығы дейді. Билік әділ болмағаннан кейін халық тозады. Сондықтан халық әділеттілікті жүзеге асыру үшін алаңға шығады. Ал енді қазір халық айтып отыр, сол әділеттілікті алаңда емес, конституциялық жолмен жүзеге асырайық деп отыр. Саяси реформа жүргізіңіз дейді, сөз бе?